Күре жолдар кең байтақ еліміздің артериясы. Олар республикамыздың қалалары мен облыстарын байланыстырып тұр. Құнды жүктерді тасымалдауда, отанымыздың көрікті жерлеріне саяхаттау барысында, жақын тума-туысқа барарда жолға шығамыз. Жолға шыққан әр жүргізушінің жеке жауапкершілігі мен тәртібі өте маңызды. 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырсақ, жол көлік оқиғалардың саны 8%-ға азайды. Жарақат алғандардың саны 15%-ға азайған. Алайда, өкінішке орай, қаза тапқандардың саны өсті. Айта кету керек, бұл тек республикалық автожолдар желісі туралы беріліп отырған ақпарат. Бұл статистика алаңдатады. Осы орайда күре жолдарда рұқсат етілген жылдамдық режимі туралы еске салған жөн. Бірінші А санаттағы республикалық маңызы бар жолдарда сағатына 140 шақырым болса, бірінші Б санатындағы жолдарда сағатына 110 шақырым, ал екінші және үшінші санаттағы күре жолдарда сағатына 100 шақырымды құрайды. Жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатырған учаскелерде ордерге сәйкес арнайы жол белгілері орнатылған. Жол көлік оқиғасының жиілеп кетуінің басты себебі жол ережесін өрескел бұзушы көлік жүргізушінің жүгенсіздігі. Жылдамдық режимін сақтамау және көліктің қарсы жолаққа шығып кетуі ең көп тараған себептердің бірі болып отыр. Осыған орай жылдамдық режимі мен қашықтықты қатаң сақтауды сұраймыз. Сондай-ақ, көлік құралын басқару кезінде қауіпті маневрлерді жасаудан бас тарту қажет. Жол қауіпсіздігі ережелерін сақтап, өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз.